Саламатсыздар ма оқушылар, ядролық реакцияға қарай тест талдауды жалғастырып жатырмыз. Бүгін соңғы сабақ, сонымен ядролық реакцияға ядролық жаңағыдай физиканың бөлімін толық аяқтап отырмыз. Сондағы келу ықтималдығы жоғары есептердің барлығын көрсетіп отырмын. Оларды білетін болсаңыз, смело ұбт-да уже 5-6 балл бар деген сөз. Ядролық физика келеді, еш қиындық болмайды. Бүгінгі сабақ өте маңызды. Көп шатасатын оқушылар, мен өзім де кейде жаңағыдай ұмытып кетуім мүмкін, көп қайталамасам. Өзі 3-4 нәрсе бар, бірақ жаңағыдай ядролық физикада миды ашып жібереді бұның өзіне. Кеттік, қарастырайық. Шапшаң қозғалатын мен енді лайфхакпен үйретейін бүгін. Егер де зарядталған бөлшек деген дүниені көретін болсақ, жанында артық еш нәрсе жоқ, тек қана зарядталған бөлшек деген дүние тұратын болса, бұл бізде қалың қабатты фотоэмульсия болады екен. Тура сол сияқты екінші сұраққа қараймыз. Тағы да міне зарядталған бөлшек дегенді көріп отырмын. Қасында ешнәрсе артық ақпарат жоқ. Яғни газ деген дүние жоқ, немесе басқа бір нәрсені айтып тұрған жоқ. Тек қана зарядталған бөлшек деп тұр. Сол себептен бұл бізде қалың қабатты фотоэмульсия болады. Осыны жаттап алу керек. Енді қалың қабатты фотоэмульсия әдісіне негізделген принцип бұл зарядталған бөлшек. Тура бағанағы міне көріп қалдық, д-ны белгіледік, кеттік деген сияқты. Қалың қабатты фотоэмульсия әдісінде бөлшектер тірегін, яғни қандай із жол түзеді деп тұр ғой. Бұл зарядталған бөлшектер траекториясының бойында бізде әрдайым күміс дәннің тізбекшесін бөледі деп айтқымыз келеді. Күміс дән осыны жаттап алу керек. А нұсқасы. Күміс дегенді көрдік, фук белгілеп кеттік, ізі қалдырды деген сияқты. 115 сұрақтың варианттары көрмей қапты. Бөлшектер тірегінің жуандығы мен ұзындығына қарап, бөлшектің қандай шаманы анықтауға болады? Массасын анықтауға болады, энергиясын анықтауға болады, және де зарядын анықтауға болады деп айтып кетеміз. Кеттік. Келесі сұрақ. Қалың қабатты фотоэмульсия әдісінің артықшылығы неде? Жалпы фотоэмульсияның әдісінің артықшылығы ол бөлшектер әсерлерін үздіксіз тіркейді деп айтқымыз келеді. Сын нұсқасы. Сцинтилляция құбылысы дегеніміз не? Бұл бізде А нұсқасы сәуле әсерінен пайда болатын көрінетін жарық шоғын шығару. Мен бұны өзім жалпы көрінетін жарық шоғы деп жаттап алғам. Яғни сцинтилляция құбылысы дейтін болса, көрінетін жарық дегенді көретін болсам, соны белгілеп кете беремін. Осындай лайфхактарды жаттап жүру керек. Сцинтилляция, көрінетін жарық шоғы, жаңағыдай қалың қабатты фотоэмульсия әдісі, зарядталған бөлшек. Енді мына жақта альфа бөлшектер дейтін болса, оны біз спинтарископ деп атаймыз. Яғни альфа бөлшектер тіркейтін қарапайым құрылғы, ол бізде спинтарископ деп аталады. Жаттап алу керек. Өзі бір уақыт бұл сұрақ кездесетіні. Келесі, элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың қайсында бөлшектердің газ атомдарын соқтығысып оны иондауға негізделген. Енді қарайық. Тоже бір лайфхакқа айтқым келіп отыр. Газ деген дүниені көрдік па? Иондану деген нәрсені көрдік па? Гейгер санағышын белгілейміз. Тағы да қайталап өтем. Қалың қабатты фотоэмульсия зарядталған бөлшектері. Фук бір лайфхак айтып өттім. Екінші лайфхак сцинтилляция құбылысы деген кезде жаңа айтып өттім, көрінетін жарықты жаттап аламыз. Альфа бөлшек болатын болса сразу спинтарископ. Ал енді гейгер санағыш деген ол көбінесе газбен ионданумен байланысты. Сол себептен осыны белгілеп кетеді екенбіз. Міне. Гейгер Мюллер тіркегішінің жұмыс істеу ортасы газ. Көрдіңіздер ма? Газ ол демек гейгер санағыш, Міне, төменде келтірген ядролық сәуле шығаруды тіркейтін құралдардың қайсысында зарядталған шапшаң бөлшектердің өтуі газда деген сөзді көрдік па? Сразу гейгер санағышы тағы да. Гейгер Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады? Газ деген нәрсені көрдіңіз, сыны белгілеп кете берем. Газдағы атомдар ионизациясы. Түсінікті ғой, осында жеңіл лайфхактар бар. Миды ашытпау керек, жаттап алмау керек та, бірге бір керек дүние жаттау. Гейгер санағышы газ деген сияқты. Енді келесі сұрақ. Гейгердің газ разряд санағышының әсер негізделген құбылыс тағы да газ деді ма? Газ деп жауап береміз, міне сын нұсқасы. Газ молекулаларының соққы арқылы иондауы. Көбінесе ионизация мен газбен байланысты гейгер санағышы. Радиоактивті элементтен 10 см қашықта гейгер санағышы тіркей алатын сәуле шығарудың түрі, ол бізде альфа және бета сәулелер деп аталады. Бұны жаттау керек енді. Гейгер Мюллер тіркегішінің кемшілігі. Енді біз жаңа айттық, қалың қабатты фотоэмульсия ол үздіксіз әрекетті тіркейді болатын болса, ал енді Гейгер Мюллер тіркегішінің кемшілігі бұл энергияны анықтай алмайды. Бөлшектің энергиясын анықтай алмайды. Жаттап алу керек. 126. Зарядталған бөлшектерді бақылауға және олардың іздерін фотосуретке түсіріп алуға болатын құрылғы. Енді мен бұны қалай жаттатқызам көбінесе оқушыларға, немесе өзімде мида жаттап қалам, жалпы фотосуретке түсіру, бақылау, фотосуретке түсіру, іздерін түсіру болатын болса, бір нәрсенің. Ол енді уже
камера ғой, негізі фотосуретке түсіретінімізде камера ғой, мен сол жерде жатқызамын ше. Бақылайтын ол бізде тоже камера. Фотосуретке түсіретін ол бізде тоже камера. Сондықтан Wilson камерасы дейміз де кете береміз. Іздеген нәрсені көреміз ба? Жаңа бақылау, фотосуретке түсіретін құрылғы дейтін болса Wilson камерасы. Так, келесі төменде келтірілген ядролық сәуле шығаруды тіркейтін приборлардың дейді қайсында аса қаныққан будың зарядталған бөлшектерде су тамшыларын түзіп конденсациялауына негізделген дейді. Wilson камерасы тоже. Енді бұл жерде тағы бір лайфхак айтып өтейін. Аса қаныққан бу дейтін болса, жаттап алу керек. Аса қаныққан бу және де су тамшыларын түзіп конденсациялану. Жаттап алайық ше. Іздер түзеді. Бақылауға, фотосуретке түсіретін құрылғы, сонымен қатар аса қаныққан будың жаңағыдай су тамшыларын түзіп конденсациялануын біз Wilson камерасы деп атаймыз. Осындай сұрақта келді, Wilson камерасы дейміз де кете береміз. Енді Wilson камерасының кішкене осы сұрақты біз бір сұрақпен кішкене шатастыруымыз мүмкін да. Ол бізде көпіршікті камера деген дүние бар. Көпіршікті камерада жалпы өз сұрақта көпіршікті камера деп айтып қояды. Көпіршіктермен дейді, көпіршікті камера белгілеп кете береміз. Бірақ осы приборға қатысты кейбір сұрақ бар, оның қолдану әдісі дейтін кезде тоже аса қаныққан тоже ол да бумен жұмыс жасайды. Бірақ мына разницаны түсіну керек. Мына аса қаныққан бу да. Аса қаныққан бу және де су тамшыларын түзу конденсациясы. Осыны білу керек. Төменде келтірген ядролық сәуле шығаруды тіркейтін приборлардың қайсысы зарядтағы жылдам бөлшектің аса қаныққан бу, тағы да аса қаныққан бу ма? Wilson камерасы. Сұйық тамшыларды түзу із қалдырып кетеді. Түсінікті ғой, иә? Міне, келді міне көпіршікті камераның жұмыс істеу принципі негізделген, ол аса қыздырылған сұйықтықта будың тоже бұл. Анаяқта аса қаныққан болатын болса, анаяқта аса қыздырылған сұйықта будың пайда болуына негізделетін принципті біз көпіршікті камера жұмыс істеу принципі деп атаймыз. Ал енді көпіршікті камераның өзіне қатысты сұрақ болатын болса, көпіршіктермен деп жазып қойды өзі. Сол лайфхакты көреміз де, көпіршікті камера деп белгілеп кете берсек болады екен. Жақсы, осымен біз толық ядролық физика тарауын біттік.